бөлішіп қойыңыздар. Москва шары, метро Волгоградский проспект бәрегінде жарасқан. Халида Мурзаева, бұл Москва шары, метро Волгоград проспект. Жаңағы қыздардың жомарт кафесінің уланған жол. Сол жерде Мундус магазині бар. Сол Мундус магазинінің маңдайында. Мына здание Мундус магазин болса, машаның бұл жағындағы дом адыр көшірді күйе отады. Өшірушілер бірақ кешігіп келген байланысты. Ошыншалық даражаға жетіп қалды. Келгенменен өтушілер ештеңе болған жоқ, барлығы тамаша қылумен әлек. Же суыту жоқ адыр мына қарасаң, суыту жоқ. Бұл жағы қырғызша дегендей эле. Аябай тутам уже бир целый дом күйүп бүттү уже. Аркы жагда, бирки жагда. Же мен адыр 60 метр алыстыкта турам, камеранын жакында. Телефонум уже кызып кетип жатыр. Қарымызда қол түйе тұрған болып қалды. Ой, өтті бұл. Осы жерде көбірек кухня дегендердің бұл. Наверное, баяғы Ферганский көшесі болуш керек. Ферганский улица деген жерлер бар да. Телефон жарылған қалды. Я был в Хайскоте. На каком улице? Бұл жерде негізінен бұл домда бірінші этажы баяғы эме болған болчу, сауда үйүндөрү, кухня, өзбекский кухня. Негізінен алганда бұл домда баяғы орта жүзden келген келгендер жашайт болчу. Эми Шылтоонун мына ошол орта жүзden келгендерге сылтап коюш толкунсун себебинде. Азыр көрдүм мунун астындагы бүт сауда түйүндөр, чайканалар. Бул өзбекче жазылган да, барча. Мончалык өрттү көргөн эмесмин. Өрт өчүрүүчүлөр дагы эчтеке болбой калды. Баченчи. Аркы мына складка уже өткөнү калды. Склад бул жерде склад бар болчу. Yo, bu Moskva şehrinde Kırgızistan'da bizge karşı. Birinci etaj толық бойдан күтті уже. Adamlarda şehirke men biraz keçiktirген boyunca adamlar толық эвакуацияланıптыр. Түспемен içinde. Nargı жол бетінде мен азыр домдун арт жагында турам. Аркы подъездин кире бериш жактарда жол бетинде адамдар көп, дагы эле көп. Чыккан чыгып кирген бир атат, өзүнүн баалуу буюмдарын алып чыгайын деп.
ар жағы анча күйелек, бұл арт жағы күйілді да әзірше. Ошол адамдар негізі ар жағында да көп. Өрт өчүрүүчүлөрдүн суулары жетишпей калат. Чачкан суулары тезеле түгөнүп калып, кийинки келгиче мындай болуп убакыт өтүп азыр мына ысып кеткенине чыдабай бул чомуш болуп кайра кетип жатат. Ошол шлангларын дагы тешибеген. Да, өрткө жакын болду. Камераны жақындырақ тұтайын ба? Достар, эми бул жерде кандай булар ыстыкка чыдашпай атат, чындыгында. Телефонду өчүрүп, жардам берсек, кандай болот? Пожарниктердин шлангатын алып туруп өзүм эле кирип өрт өчүрүп чыккан экен эми жакын бар. Булар такыр жакын барып чалып коет, ыстыкка чыдабай келип туруп эле кайра өздөрү сууга бөлүнүп жуунуш болуп атат да. Ыстыкка такыр чыдашпай атат булар. Азыр кирип Дагы шлангатын сурап көрөм. Берсе мына өрткө жакын барып эле чачкы аракет кылам. Булар ыстыкка чыдашпайт да. Мына терисин сары жукулар. Каранын каны чыкканча карынын жаны чыгат деп да. Бирок байкын эже. Бар. Түштү уже. Бул Оксана Якутаева, бул Москва шаары, метро Волгоградский проспект. Хорошо. Engage. Нурик Кайназаров, мына в данный момент ушул жерде пожар катуу болуп атат. Вертолеттор менен ушул жерде